Жауапты сәтте жауапкершілік танытқан батырлардың ісі ешқашан өз биігіне түскен емес. Жан қиналғанда жақыннан табылған ер азаматтардың әрекеті бүгінгі күннің ашық аспанын сыйлап тұрғаны сөзсіз. Мен тұрған орталық көпір Атырауды Еуропа мен Азияға ғана бөліп тұрған жоқ. Мұнда жан түршігерлік ерлікке де куә болып тұр. Соңғы 4 жылда көпірден секіріп өмірмен қош айтыспақ болған 9 адам құтқарылған. Арасында аяғы ауыр әйел де, балалар да, әкелер де бар. Барлығының жанына араша болған, иығына шен таққан тәртіп сақшылары. Біреу міндеттер, біреу бағаламас, әйткенмен бұл ерлік. Жауапты сәтте ойланбастан қабылданған шешім. Бұл бәйгеге өз басын тігіп жанға түскен араша. Махамбетші айтқанда, толарсақтан саз кешіп тоқтамай тартып шығарға. Қасүнектен туған қатепті қаранар керек біздің бұл іске. Қабырғасын қаусатып, бір-біріндеп сөксе де қабағын шытпас ер керек. Біздің беткен бұл іске. Атырауда орталық көпірден секірмекші болған 17 жасар қызды полицейлер құтқарып қалған еді. 2017 жылдың 8 қарашасы күні сағат 12:00 шамасында көпір үстінде қызметтік көлікпен келе жатқан сержант Ринат Ақбалин мен аға сержант Талғат Өтемұратов көпір қапталынан секіргелі тұрған бойжеткенді байқап қалады. Сөйтіп тоқтай қалып, жас қыздың өз-өзіне қол жұмсауына мүмкіндік бермеген. 2017 жылы 8 қараша күні сағат 12:00 шамасында бірінші кезең Батыс 25 автопатрульдік бекетінде қызмет атқару барысында әріптесім полицияға сержант Өтемұрат Талғат екеуміз әкімшілік аумақты аралау кезінде орталық көпірдің 10 қапталында секіруге оқталған, яғни секірмекші болған қыз баланы байқап, еш ойланбастан оқиға орнына жеттік. Алайда оқиға орнына жеткеннен кейін қыз балаға жақындау мүмкіншілігі болған жоқ. Яғни жақындасаңдар секірем суға, мені ұстамаңдар деп бізді қорқытуға тырысты. Алайда біз оған қарамастан әңгімеге тартып сұхбаттасу арқылы қызды аман-есен көпірден түсірдік. 2022 жылдың 7 желтоқсаны Атырауда 2 қабат әйел көпірден секіріп кетті. Абырой болғанда оны полицейлер құтқарып үлгерді. Сағат таңғы 9:20 шамасында Атырау қалалық полиция басқармасына қарасты жедел басқару орталығының инспекторы бейне бақылау камерасынан күдік тудырған әйелді байқап қалған. Ол жақын маңдағы патрульдік полицияға хабар берген. Рота командирі Алмас Закариев оқиға орнына жетіп әйелді көндіруге тырысқанмен ол өзенге секіріп кетті. Оқиға орнына жеткен өзге полицейлер Жандарбек Жаңбырбаев пен Айбат Жаубаев көпірден секірген Орал тұрғынын құтқарды. 28 жастағы әйел ауруханаға жеткізілді. 2021 жылдың 12 желтоқсаны күні сағат түнгі 22:20. Жүзек операторына Атырау мөлтек ауданында орналасқан көпірден белгісіз адамның секіріп кеткенін хабарлаған. Оқиға орнына барған патрульдік полиция батальонының қызметкерлері полиция аға лейтенанты Исатай Тұрсынғалиев және полиция сержанты Ғалым Қалбаев су үстіне жарықшам жағу арқылы шолып батып бара жатқан қыз баланы байқаған. Уақыттың тығыздығын сезген тәртіп сақшылары құтқаруға кірісті. Көліктен арқан жіпті алып, беліне байлап, полиция сержанты Ғалым Қалбаев қыз балаға қарай бағыт алды. Арқанның екінші шетін ұстаған полиция лейтенанты Исатай Тұрсынғалиев көмекке келген өзге әріптестеріне арқанды ұстатып, Ғалым Қалбаевтың артынан сақтандыру мақсатында жүзе бастаған. Себебі аязды күні суық суда өзен ағымымен алға сүйреген ағыстың ығына берілмей жағаға жету күш-жігерді талап етеді. Тәртіп сақшылары қыз баланы 20 минут шамасында жағаға алып шықты. Ес-түссіз жатқан қыз баланың жасөспірім екенін бірден білдік дейді. Жағаға шығарып бірден жасанды тыныстандыру жаттығуларын жасауға кіріскен. Тіршілік белгілері болғанымен жасөспірімнің денесі қатты салқыннан әлсіреп қалғанын сезген олар жедел жәрдемді күтпестен жақын маңдағы емханаға жол тартқан. 2022 жылы 18 қыркүйек.
Сағат түнгі 2:00 шамасында Атырау қаласындағы орталық көпір үстінен белгісіз ер адамның секіргенін байқаған қалалық полиция басқармасының патрульдік полиция батальонының қызметкерлері полиция аға лейтенанты Арман Шудабайұлы Қарабалиев пен полиция аға лейтенанты Милат Өтепбергенұлы Абужанов дереу құтқаруға кіріскен. Санаулы уақытта адам өміріне араша түспесе, тілсіз жауды жеңе алмайтынын түсінген полиция аға лейтенанты Арман Қарабалиев құтқару жилетін киіп, суға батып бара жатқан ер адамға қарай жүзген. Кейін жағаға шығару үшін оның әріптесі полиция лейтенанты Милат Абужанов көмекке келген. Судан шығарылған соң есінен танып қалған ер адамға тәртіп сақшылары алғашқы медициналық көмек көрсеткен. 2019 жылы 21 наурыз көптің есінде әлі сақтаулы. Сол қаралы күні кешкі сағат 21:52 шамасында 102 пультіне белгісіз адам хабарласып, орталық көпірден бір адамның суға секіргенін хабарлады. Атырау қалалық полиция басқармасының жеке құрамы шұғыл арада құлақтандырылды. Оқиға орнына бірінші жеткен патрульдік полиция сержанты Шалқар Ақымғалиев ойланбастан мұздай суға түскен. Санаулы секундтар ішінде оқиға орнына жеткен полиция қызметкері батып бара жатқан адамға тез жүзіп барды. Өз өмірін тәуекелге тігіп, батқан адамды құтқаруға талпынысын тоқтатқан жоқ. Ал Рүстембектің әріптесін өз бетінше іздеуі еш нәтиже бермеді. 3 градус мұздай суда сіңірі тартылған 30 жастағы лейтенант Сүндетов жағаға өзі жүзіп жеткен. Арада 4 сағат өткен соң Шалқар Ақымғалиевтің мүрдесі оқиға орнынан төмен жақтан табылып жағаға шығарылды. Шалқар Ақымғалиев көп балалы отбасының жалғыз асыраушысы. Бойдақ сол жылы 1 сәуірде 25 жасқа толатын еді. Отанына 5 жыл бойы адал қызмет еткен ол суға батқан әйелді құтқарамын деп өз өмірін қиды. Сын сағатта сынбаған ерлер туралы қысқаша ғана айттық. Өзгенің сынығына демеу боламын деп соңғы демін осы көпір астында жұтқан жау жүректер туралы жеткіздік. Біздің ел білек пен білімнен бөлек елім деп езілетін ерлердің де арқасында дамитынын ұмытпайық.